Жұмыртқа қабығы 10 жылға жасартады. Жұмыртқаның қабығы қоқыс шелегіне тастамаңыз. Әрбір әйел 30 жастан кейін өзіне күтім жасауды бастамаса, жас ерекшелігіне қарай тері де босап салбырай бастайды. Алғашқы әжім іздерінің де көрініс беруі 30 жастан асқаннан кейін байқалады. Бұл кезде бет терісіндегі эластик коллагенді жоғалта бастайды. Сондықтан мейлінше жастық қалпыңызда сақтап қалу үшін жұмыртқа қабығының да орасан зор көмегі бар екендігін біріңіз білсеңіз, біріңіздің хабарыңыз жоқ. Видеоны соңына дейін қараңыздар, тіркеліп қоңыраушығын басып кетіңіздер. Ендеше ас үйде жиі пайдаланатын азықтың бірі жұмыртқа екендігі белгілі болса, оның қабығына да пайдаға асыруға кірісейік. Салатқа немесе қамыр илегенде кейде тамаққа жұмыртқаның қосқаннан кейін қабығын қоқыс шелегіне тастамай кәдеге жарата біліңіз. Онымен бет терісі үшін керемет маска жасауды бастайық. Ол үшін жұмыртқаны тазалап жуып алыңыз. Егер де сенімсіз болсаңыз, бүкіл микробтардан тазартып алу үшін сірке сумен де жусаңыз болады. Жұмыртқаны жарып, ішіндегісін ыдысқа салған соң, сыртқы қабығында қалып қойған жұғынды да саусағыңызбен алып тазартылған бет терісіне жағып қойыңыз. Қабықтың ішінде сиқырлы қабықша болады. Жұмыртқа қабығының ішкі бөлігінде жұмсақ шілтер секілді жұқа қабықша болады. Бұл қабықшаны секілді бөлігін еппен абайлап қатты қабықтан ажыратып алыңыз. Бұл пленка көз айналасындағы әжімдерге қарсы тұра алатын керемет құрал. Оны екіге бөліп, көз айналасындағы әжімдер көп шоғырланған аймаққа жапсырып қойыңыз. 10-15 минуттай ұстаңыз. Пленканы жапсырған кезде мимикаға жол жоқ. Күлмен көз айналасына жапсырған пленка түсіп қалмас үшін ол маңайды қозғамаған дұрыс сөйлеуге болады. Ендігі кезек сыртқы қабығында. Қатты қабықты тазалап жуып, ұсақтап құрғату үшін майлықтың үстіне жайып қойыңыз. Әбден кепкенін күтіңіз. Ол үшін 2-3 күн күтсеңіз тіпті жақсы. Кепкен қабықты алып ұнтақтаймыз. Блендерден немесе дәкені бинт 2-3 қабат етіп, қабықты орап алған соң сыртынан балғамен ұрып ұнтақтасаңыз, кәдімгі ұн секілді болып түйіршік қалмайтындай ұнтақтағаныңыз жөн. Себебі масканы бетіңізге жағу кезінде қатты қабықтың бетіңізді жырып, теріге зақым келтіріп алмас үшін содан кейін бетіңіздегі ақуызды жуып тастайсыз. Бетіңіз құрғағанша маска дайындап алатын уақыт бар. Ол үшін біраз қасық кез келген айранға немесе йогуртта жарайды. 1 шай қасық ұнтақталған жұмыртқаның қабығын салып араластырып алыңыз. Соңынан бетіңізге масканы щеткамен жағып шығыңыз. Қолмен жууға болмайды және уқалаудың, массаждың қажеті жоқ. Жай ғана масканы жағып шығыңызда 15 минуттай масканың кепкенін күтіңіз. Кепкенін байқау үшін саусағыңызбен бетіңізді ұстап көріңіз. Содан соң бірден жуып тастамай, беттегі масканы қолмен сылып алып тастаймыз. Артынан қалған қалдықтарын жылы сумен жуып тастайсыз. Егер бетіңіздің терісі майлы болса, ештеңе жағудың қажеті жоқ. Ал құрғақ тері болса, маскадан соң міндетті түрде нәрлендіргіш кремді жағып қойыңыз. Жұмыртқаның қабығы негізінен кальций, фосфор, темір, калий, магний және де кремнийден тұрады. Канада, ақш пен Венгрия ғалымдары жүргізген зерттеуде жұмыртқа қабығының құрамы адамның тісі мен сүйегіне қатты ұқсайтыны дәлелденген. Жұмыртқа қабығының ұнтағын әйелдер, балалар және ересектер кальций жетіспеген жағдайда қолданады. Мұндай ұнтақты үнемі қолданған жағдайда қан қысымы мен жүрек қағысының жұмысы жақсарады. Зиянды холестерин деңгейі азаяды. Зат алмасу процесі қалпына келеді. Қалқанша безі ауруларының алдын алады. Гастрит жазылады, қан тазарады. Балалардағы рахит пен анемияның алдын алады. Аллергия емделеді. Шаш пен тырнақ қатаяды. Безеу шықпайды. Жүйке жүйенің қызметі жақсарады. Алайда ұнтақ кейбір ауруларды емдейтін дәрі-дәрмектің орнын баса алмайды. Бірақ ағзаға аурудан айығуға көмектеседі. Мамандардың айтуынша жұмыртқа қабығының ұнтағын әзірлеуде тек үй тауықтарының жұмыртқасын пайдаланған жөн.
Жұмыртқадан ұнтақ әзірлеу тәсілі. Жұмыртқаны ішіндегісінен тазартып, жұқа пленкасын алып тастау керек. Қабықты жуып 5 минуттай қайнатады. 5-6 сағат кептіріп пайдалау қажет. Ұнтақты қараңғы жерде және шыны ыдыста сақтаған дұрыс. Сондай-ақ піскен жұмыртқа қабығынан да ұнтақ пайдалануға болады. Қолдану тәсілі. 7 жастан асқан балаларға күніне жарты шай қасық ұнтақ беруге болады, ал 14 жастан жоғары және ересектер күніне 1-2 шай қасық мөлшерінде қабылдау керек. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Тіркеліп, лайк басып қолдап тұрыңыздар.